Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Міне біз бүгін Google форма туралы екінші сабағымызды жалғастырамыз. Мінекей Google өнімдері беттерін аштым, Google дискіні бастым. Өздеріңіз білетіндей, егер мұғалім тек WhatsApp'пен отыратын болса, оқушыда WhatsApp төңірегінен шыға алмайды. Ал егер мұғалім нағыз онлайн педагог болса, оқушыда үлгі етіп, мұғалім игерген технологияларды оларда үйренеді. Сондықтан сіздерді Google форманы егжей-тегжейлі үйреніп алуға шақырамын. Олай болса, мінекей, создать дегенді бастып, Google форманы аштым. Мына сол жағында новая форма деген жерге атау берейік. 8-ші сынып. Әдебиет. Әдебиет пәні деп қойдық. Келесі, мынау, егер біз осылай атау берсек, біздің жұмыстарымыздың барлығы өз атауымен басқа жұмыстарменен араласпай сақталып тұрады. Мінекей мынау сұрақтар құрайтын Google форманың бетін шертіп қалған кезде, мына екі атау бірдей болып шыға келді. Енді описание. Описаниесін біз оқушыға міндетті түрде көрсетіп қоюымыз керек. Өтетейік. Мінекей қойдым. Яғни оқушы не туралы болатынын бірден түсіну керек. Енді вопрос без заголовка оқушының аты жөнін деп жазайық. Қандай қате жібермеуге тырысыңыздар. Өйткені бұл оқушы алдына барады. Один из списка дегенді текст, строка бастық, обязательно вопросты қостық. Бұның бәрі біз кеше өткенбіз. Дегенмен қайталаймыз. Енді баптауларға баптап алайық. Мінекей общий дегенге бардық. Отправлять форму не более одного раза қостық, сохранить етеміз. Және бірден тестті жөндеп кетейік. Тестті аштық. Тура осы күйі қалдырамыз. Сохранить. Енді келесі бетті ашайық. Келесі бетті аштық. Бұл жерде сыныбы. Оқушылардың сыныптарын жазып қояйық. 8-гі. Оқушылардың сыныптарын жазып қояйық. 8А, 8Ә сыныбы. Екі сыныпты көрсетті. Обязательно вопросты қосамыз. Қостық. Мына жерде қостық па обязательно? Қоспыз. Қостық. Осылай тексеруге де болады. Енді добавить вопрос. Бір сұрақты алып келейік. Мен бүгін сіздерге жаңа бір түрлерін көрсетемін. Сондықтан мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей мына бір сұрақты қояйын. Сұрақты қойдым. Бірінші сұрағын алып келеміз. Ставить. Дұрыс нұсқасын белгіле. Мінекей Word'та алдын ала дайындап қойған нұсқаларға көңіл аударыңыздар. Әдетте біз мына әр сұрақтың нұсқасына А, Б, С, Д, Е деген алдына белгілерді соғамыз, әріптерменен. Мінекей мысалға А, Б, С, Д, Е. Мен енді мынаны алып тастадым. А, Б, С, Д, Е алып тастап, былай дайындап қойдым. Копировать етемін. Қазір не үшін екенін айтамын. Аспаңыздар. Мінекей. Варианттың үстіне үшеуін әкеп қойдым. А, Б, С, Д, Е деген алдындағы әр қайсысын, әр нұсқаны көрсететін әріптерді алып тастадым. Мінекей, бірде мынаны белгілеп қояйық. Один из списка. Бұл сол күйі қалады. Мінекей, один из списка, бұны өзгертпейміз, бұл сол күйі қалады. Енді ответы дегенді басамыз. Ответы дегенді басып, мына жерге 1 балл береміз. 1 балл бердік. Добавить. Мына жерден дұрыс нұсқасын таңдап алайық. Мінекей, мынау тоқтатаның кітабының саны, жыр саны 12, сақталған екі нұсқасы бар. Мінекей белгіледік. Добавить пояснение, правильные ответы, сохранить бастық. Енді готово деген жерге барамыз. Обязательный вопрос көрдіңіздер ма? Мына
шам сияқты, иә, фонарь сияқты, шам сияқты. Соны жағып қойдық. Қанық көк түске ие болды. Енді жанында мына қарасаңыздар үш нүктені басамыз. Үш нүктені бассаңыз, описание, выбрать действие для каждого варианта ответа, перемешать ответы деп тұр. Бізге керегі осы. Перемешать ответ. Қайтадан қарайық. Мінекей құспиямыз соғылды. Бұл бізге не үшін керек? Кейде балалар бір-бірінен көшіріп жатқаны анықталса, біз бір арасында кей тесттерді осылай дайындап берсек те болады. Яғни балаға баратын мынау сұрақтың жауаптары, нұсқалары әртүрлі, мысалға мына біріншісі мына жағында, мынау ортасындағы үстіңгі жағына ауысып әртүрлі болып барады. Яғни бізге осы үшін керек. Яғни балалар бір-біріне біріншісі А болады, екіншісі Б болады деп жаңағы айтып үлгермейді. Осылай да жасауға болады. Келесі вариантты көрейік, тағы қандай функциялар бар екен. Мына жерде дайындаған бортқа барамын, бортқа барып, мынандай түрлердің бәрін біз жасағанбыз. Енді мен мына біреуін көрейін. 12 ғасырда өмір сүрген діни ағартушы, сопылық әдебиеттің негізгі өкілі Ахмет Яссауи туралы мәліметті сәйкестендір дейді. Неге қайтадан Google формаға барамын. Тақырыпты қойдым, ставить. Төрт дегенді ақ тастайын. Бұл екінші болды. Екінші болды. Енді бұның сәйкестендіру болғандықтан біз мына жерді өзгертеміз. Один из списка дегенді өзгертеміз. Өзгертіп, мінекей, сетка, множественный выбор деген қосамыз. Көрдіңіз бе, бастық. Енді строки дегенді барамыз. Строки дегенге барып, мына жақтан біз нұсқаларды алып келеміз қазір. Бұл формаға барамыз. Жеке-жеке алуға тура келеді. Келесі. Ахмет Яссауидің анасы, бірінші Ахмет Яссауидің әкесі болды, енді анасы копировать еттім. Екінші вариантқа ставить еттім. Екінші нұсқасына қайтадан барамын. Енді Ахмет Яссауидің ұстазы. Копировать еттім. Бұны апарып, бұны да лай қойдым. Үшіншісіне қойдым. Ставить еттім. Енді столбцы дейді, мына строки қатарлар болса, мына столбцы енді бұл бағандар. Бағандарға жауаптарын қоямыз. Жауаптарының орнын өзгертіп қоямыз. Не жерде Қарашаш. Қарашаш анамыз копировать. Ол Ахмет Яссауидің анасының есімі. Оны апарып, мен әкесі деген жерге емес, мен оны ұстаз деген жерге жазайын. Ұстаз деген жерге. Добавить. Мына жерге ұстаз деген жерге қостым. Ахмет Яссауидің ұстазы Қарашаш дегенге қостым. Енді келесі Арыстанбап. Копировать етейін. Арыстанбап. Арыстанбапты әкесі деген жерге қойдым. Ставить еттім. Енді анасы деген жерге Шайхы Ибрахимді апарайын, копировать етем. Неге қойдым. Ставить еттім. Енді қараңыз мінекей. Ответті басамыз. Ответті бастық. Басқан кезде былай шықты. Былай шықты. Біз енді Ахмет Яссауидің әкесі кім? Әкесі Шайхы Ибрахим белгі соқтық. Анасы кім? Анасы Қарашаш белгі соқтық. Ұстазы Арыстанбап. Және әрқайсысына баллы деген тұр. Көрдіңіз бе? Әрқайсысына бір балл қоямыз. Бір балл. Бізде 3 балдық жұмыс дайын болды. Готованы басамыз. Бастық. Мінекей, ответінің астында 3 балл көрініп тұр. Біздің мына жердегі балымыз 4-ке 4 болды. Мынаған 1 балл бердік. Екінші сұраққа 3 балл бердік. 4 болды. Енді
Требовать обязательно заполнение всех строк. Бұнда басайық. Басайықта бұның жанындағыда үш нүктені қосып, перемешать строки дегенді басайық. Бұнда ардасын тастайық. Балаларға барғанда орындары ауысып барады. Енді келесі сұрақ. Келесі біз қойайық, видео туралы қойайық. Сәйкестендірді қойдық. Енді берілген видеодан қорқыт ата туралы еске түсіре отырып, өміршеңдігі туралы шағын мәтін жаз. 100-120 сөз. Один из списка дегенді біз өзгертеміз текст абзацы. Яғни 100-120 сөзге дейін жазуға болатындай етіп қойдық. Енді ответы дегенді басайық. Басып, бал беріп қойайық. Бал береміз, оған 7 бал берейік. Сонда 11 балдық жұмыс болады. Сөйтемізді біз бұл жерге мынау нені әкелеміз? Видеоны әкелеміз. Видео, добавить видео. Көрдіңіз ба? Добавить видео. Мінекей ашылды. Енді біз YouTube-қа барып, YouTube-тан сілтемені алуымыз керек. Өзімізге қажетті тақырыпқа сай бір сілтемені алайық, бір видеоның сілтемесін алайық. Мінекей мен қазір өзімнің видеомды аша салайын. Өзімнің YouTube каналымды аштым. Осы жерден ала салайын. Мінекей мына Қорқыт атаның нақыл сөздері деген түр екен. Мінекей осыны аламын. Мінекей поделиться дегенді бастым. Копировать еттім. Копировать етіп, ең жаңағы жерге барамын. Ең жаңағы жұмысты тауып алдым. Мінекей жаңағы жұмысымыз. Енді осы жерге мінекей мен әкелемін. Қайтадан мінекей бастым. Мінекей мына жерге ставить еттім жаңағы сілтемені. Сілтемені салып, жанындағы мына поиск дегенге, іздеу дегенге басқан кезде мінекей видео шықты. Енді видеоның үстін міндетті түрде шерту керек. Міне шерттім. Шертілген кезде мына айналасының бәрі көк-пембек болды. Мінекей выбрать деген сөзде қанып көп болды. Енді осыны басамын. Басқан кезде мінекей видео пайда болды. Көрдіңіз бе? Видео пайда болды. Және видео без названия деп тұр. Ат қойып қояды. Қорқыт атаның нақыл сөздері. Нақыл сөздері. Сөздері. Қорқыт атаның нақыл сөздері. Мінекей тапсырма берілді. Мына жерге развернутый ответ деген, яғни бұл жерге бала 100-120 сөзге дейін сөйлемдер жаза алады. Мінекей барлығы қойылды. Барлығы қойылды. Енді біз жұмыстайын. Жұмысымыз 11 балдық жұмыс болды. Оны енді біз оқушыларға жібереміз. Мінекей отправить бастық. Сілтеме арқылы жібереміз. Копировать. Міне осылай дайын жұмысты оқушылардың Telegram вебқа немесе WhatsApp вебке жіберуге болады. Кешегі жұмысымызды біз WhatsApp вебке жібереміз, бүгінгі жұмысымызды Telegram вебке жіберейік. Telegram вебінен шыға келді. Telegram вебке мінекей 8-ші сыныбының негізгі каналына мен мінекей кетті. Яғни балаларға мінекей барды. Google форма несімен ыңғайлы? Ол шалғай жердегі оқушыларға да жарайды. Егер мұғалім Google форманы үйреніп алып, осылай өзінің аккаунтынан оқушыларға жіберсе, оқушылар өзінің телефондарынан WhatsApp-та ашып отырып жасап, сіздерге жауабын жібере алады. Енді бұны үйрену сонша қиын емес. 1 сағат, 2 сағат немесе 1 күн, 2 күн қиналасыздар. Бірақ үйреніп алғаннан кейін сіздің жұмысыңыз аса жеңілдейді. Өйткені жұмыстардың бәрі сіздің оқушының жұмысы
сіздің жұмыс істеріңізге келіп отырады. Мінекей кеше де айтып өткен, мінекей 3 сынып қатысты БЖБ-ға, мынандай пайыздар көрсетіп тұр. Ответы не принимаются деп алып қойылса болады. Бұлай таблицамен жұмыс істесеңізге болады. Таблицасы әрбір дайын. Мінекей Google форма бізге өте тиімді аса. Бұлай мына жерді бассаңыздар, кеше бұны көрсеткенмін. Мынау жұмыстар да көз алдыңызда дайын тұрады. Google аккаунтыңызда өзіңіздің бірден сақтаулы тұрады. Сонысымен де өте аса тиімді. Мінекей бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.